Сәлем, есімің кім? Сәлеметсіз бе? Менің аты жөнім Жұмағазиева Аида. Жасың нешеде? Жасым 12-де. Менің есімім Мөлдір, танысқаныма қуаныштымын. Біздің салмақты сұхбат бағдарламасына қош келдің. Алдағы уақытта бағдарлама барысында мен саған бірнеше сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға шынайы, еркін, ашық түрде жауап бер, жарай ма? Жарайды. Бірінші сұрақ, өскенде кім болғың келеді? Кім болуды армандайсың? Өскенде мен жүргізуші болғым келеді. Тележүргізуші ма әлде? Тележүргізуші. Диана Төлепберген ұқсағым келеді. Дина Төлепберген несімен ұнайды саған? Оның жүргізгені ұнайды. Адамдармен қарым-қатынас жақсы жүргізгені ұнайды. Арманыңа жет. Ал кішкентай кезіңде, мысалы, кез келген бала армандайтын шығар, бастық болуды, немесе директор болсам екен, президент болсам екен деген сияқты. Сенде сондай арман болды ма? Менде болған өскенімде, кішкентай кезімде өскен кезде басқа мұғалімдер сияқты директор болғым келеді деген арман бар еді. Ал президент болғың келген кез болған ба? Жоқ. Болмаған ба? Не үшін? Өйткені президент болсаң, жұмыс көп болады. Одан кейін шаршайсың. Ал біздің президент танисың ба? Қазақстанның президенті кім? Қазақстан бірінші Нұрсұлтан Назарбаев болған. Қазір Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Президент болу үшін, халықты, бүкіл бір мемлекетті басқару үшін президенттің бойында қандай қасиет болу керек? Мейірімділік болу керек, сыпайылық болу керек, қамқорлық болу керек. Ал мысалы сен президент болатын болсаң, сен не істесең президент бола аласың? Яғни президент болу үшін сен не істеуің керек? Халыққа көмектесу керек, мейірімді болу керек, сыпайы болу керек, адамдармен дұрыс араласу керек. Сол кезде президент боласың? Мен қазір солай жүрмін да, мысалы, сыпайымын, адамдармен жақсы араласам, бірақ әлі президент болмадым. Неге олай деп ойлайсың? Яғни бұл жеткіліксіз шығар, Ал ел басқару үшін адамның бойында болу керек ең маңызды бір 3 қасиетті айтып өтші. Қамқор болу, сыпайы болу, мейірімді болу. Саған телефоныңа біреу қоңырау шалып, Аида, сені Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің қабылдауына шақырып жатыр дейді. Сені тыңдағысы келеді дейді. Сенің өтінішің бар ма, пікірің, немесе бір айтатын алғысың бар ма, соны тыңдағысы келеді екен. Сөйтіп сен бардың, Қасым-Жомарт Кемелұлымен бір кабинетте отырсыңдар. Ол кісіге не айтар едің? Мен бірінші айтарым, осы балалар үйінде өсіп жатқан балаларға қамқор болу керек. Одан кейін сол балаларды асырап алатын адамдар болса деген. Сол нәрселерді сен айтар едің, сол өтініш ретінде. Ал президент кім екенін білдік, ал депутат деген кім? Депутат деген халықтың айтқан әңгімелерін тыңдайды. Соларға жауап береді. Депутатты көргенсің ба өмірде? Жоқ. Олар не істейді жалпы? Түрлері қандай болады, қалай киініп жүреді, қай жерлерде жүреді олар, жұмысы қандай деген сияқты? Олар көбінесе кеңседе жүреді, костюм шалбар киеді. Болсалар. Солай, Ал жұмысы не істейді олар? Мысалы, дәрігерлер емдейді, олар оның жұмысы емдеу. Ал депутаттың жұмысы не? Халықтың айтқан істеу. Дұрыс. Халықтың айтқан істеу. Егер сені депутат етіп сайласақ, барлығымыз дауыс беріп, сені депутат қылып сайладық. Сен сол кезде депутат ретінде сен нені өзгертер едің? Бірінші, мен балалар үйіне балдарға тамақ тарататын едім. Одан кейін балаларды қамтамасыз еткізетін едім. Дұрыс, өте жақсы. Енді келесі сұрақ, әкім деген кім? Әкім белгілі бір осы мемлекеттің, осы ауыл, қала деген нәрселерді, қалаларды басқарады.
Ал Шымкенттің әкімін танисың ба? Біздің қаланың әкімі кім қазір? Мұрат Әлтаев. Мұрат Әйтенов. Әйтенов. Дұрыс. Саған мысалы бір күн әкім болу мүмкіндігі туды да, қалада нені өзгертесің? Не ұнамайды саған Шымкентте? Адамдар бір-бірімен ұрсады, бір-біріне мәдениетте сөйлемейді. Соларды өзгертесің, адамдарды мәдениетке шақырасың, тәрбиеден бастайсың, барлығын. Өте жақсы. Енді тағы бір сұрақ, парақорлық деген сөзді естуің бар ма? Мүлдем естімегенсің ба? Ал біреу пара беріпті, немесе алыпты деген жағдайлар естімегенсің ба мүлде? Естіген бір еді. Кішкентай кезімде. Біз көбінесе телевизордан ютубқа қосып көреміз. Сол кезде жаңалықтар шығады. Сол жаңалықтардан көреді. Қалай ойлайсың енді, параны адамға не үшін, қандай мақсатта береді? Көмектескісі келе ма, әлде бір құтқарғысы келе ма? Ең бір мақсаты болу керек қой, белгілі бір. Ол көмектескен емес. Мен көбінесе машинамен қатты келе жатқан кезде полиция тоқтатады. Сол кезде жібере салсын деп пара беретінін білем. Одан басқа да қандай жағдайларда пара беруге болады? Документ туралаған кезде де береді. Кімге? Апайларға, ағайларға береді. Тез жаңағы документін істеп берсін деп. Сол екі жағдайды білесің, тек қана. Ол жақсы ма, жалпы пара берген, дұрыс па? Дұрыс емес. Неге? Өйткені ол пара берген қатты былай дұрыс емес. Ондай жолдан асып тұрған кезде де пара бере салады. Ол кезде асықпай, сәл мәдениетті сөйлесіп. Енді қара, пара берген, мысалы, мен асығып кет бара жатырмын, мен милиция ұстап алды, полиция. Мен оған ақшасын бердім да, парасын. Одан кейін мені жібере салды. Мен де кете берем, ол да үндемейді. Екеумізге де жақсы. Ал жаңағы документ жасататын кезде мен оған парасын бердім да, өзім жұмысымды бітіріп алдым ары қарай. Менде де жақсы, оған да жақсы. Осы жағдайын қарастырдың ба? Пара бергеннің осындай бір жақсы жақтар бар екен ғой деген сенде ой болды ма? Болды. Параның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Қай жағы көбірек? Көбінесе жақсы жағын таңдайды, бірақ мен үшін жаман жағы. Дұрыс айтасың, пара берген қандай жағдайда да ол дұрыс емес, өйткені пара бермеу үшін, яғни парақор болмау үшін пара бермеудің әрекетін жасау керек та. Яғни айтылған жерде жылдамдықты асырмай жүру керек. Документіңді алатын болсаң, өз кезегіңмен күтіп барып алу керек. Сол кезде ешкім парақор да болмайды, ешкім пара да алмайды, ешкіммен ұрыспайды. Сол кезде бір бақытты, тәртіпті қоғам орнайды деп ойлаймын. Сенің ойыңша, жаңағыдай, Қазақстанды ертегідегі дейміз ғой, барлығын дұрыс, бәрі ешкіммен ұрыспайды, бәрі өз ретімен болып жатқан Қазақстанды қалыптастыру үшін не істеу керек? Жарайды, президент қамқор болу керек, ал халық өз тарапынан қандай әрекет жасау керек? Біріншіден мәдениетті сөйлеу керек. Одан кейін адамдармен көбірек араласу керек. Мәдениетті болып. Дұрыс айтасың. Енді бір елестетіп көрейік, бір қиялдап. Сен көшеде кетіп бара жаттың. Алдыңнан бір қап ақша шықты. Ашып санасаң, 1 миллион теңге бар екен ішінде. Сол ақшаны алған кездегі сенің эмоцияң қандай болады? Және ол ақшаны сен қайда, қандай мақсатта жұмсайсың? Мен ол ақшаны бірінші балалар үйіне жұмсайтын едім. Өйткені ол жақтағы балалар бақытты болсын деп армандаймын. Одан кейін қарындары тоқ, уайым жоқ. Сондай. Өзіңе еш нәрсе керек емес па? Жоқ. Балалар үйінде балалар бақытты болса, солардың қарны тоқ болса, саған сол жетеді. Сол сені бақытты етеді.
Рахмет, Аида, шынайы жауап бергеніңе. Бізді тамашалайтын көрермендерге өзіңмен қатарлас балалар да көру мүмкін, үлкендер де көру мүмкін. Жалпы көрермен қауымға қандай бір кеңес айтсаң да болады, немесе бір айтатын тілегің болса, мархабат. Мен осы қалаға айтар тілегім бір-бірімен ұрыспай бақытты болсын. Жанұясы осы көбінесе папамыз бен мамамыз ұрысқан кезде ажырасып кетеді. Сондай жағдайлар болмасын деп тілегім бар. Бір-біріңмен ұрыспай жүріңдер дейсің, иә? Рахмет, Аида. Келесі бағдарламада кездескенше жауабыңа рахмет, сау бол. Сау болыңыз.